Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге кешкі макияж үлгісін көрсететін боламын. Ең алдымен бетімізді тоникпен жақсылап тазартып, одан кейін база жағамыз. Базаның орнына мен сыворотканы қолдандым. Оны арнайы кисточкамен немесе қолмен жағуға болады. Одан кейін көздің айналасына арналған ылғалдандырғыш кремді жағамыз. Оны да саусақпен немесе кисточкамен жағуға болады. Келесі кезекте қас бояйтын боламыз. Бірінші қасымыздың астынан бастаймыз. Дәл видеодағыдай астыңғы, яғни ортасынан бастап бояп, одан кейін алдыңғы жаққа қарай өтеміз. Яғни артқы жақ бізде кішкене қанықтау болу керек. Модельдің қасы перманент болғаннан кейін мен тек жай ғана добавка түрінде жүргіздім. Одан кейін қастың жан жағына консилер немесе тоналка жағамыз. Қабағымызға да міндетті түрде тоналка жағамыз. Ол не үшін? Яғни біз тен жаққан кезде ол стойкий болу қажет. Сол үшін біз тоналка жағамыз және оны спонждың көмегімен сіңіреміз. Қабағымыз тен жағуға дайын. Енді тен жағатын боламыз. Алдымен ашық қоңыр түсті тенді пушисты кисточканың көмегімен жақсылап растушевка жасаймыз барлық қабағымызға. Одан кейін кішкене қанық түсті қоңыр тенді жағамыз. Көзіміздің екі жан жағына қарай жағамыз. Ортасына дейін жеткізу керек. Яғни қабағымыздың шетіне қарай растушевка жасаймыз. Одан кейін қара түсті тенді кішкене кисточкамен жағып, одан кейін растушевка жасайтын кисточкамен жақсылап растушевка жасаймыз. Яғни барлық жаққан тендеріміз бір-бірімен үйлесуі қажет. Міне дәл видеодағыдай бірінші кішкене жағып, одан кейін растушевка жасаймыз. Енді көзіміздің алдына қарай пигмент, түрлі жылтыр тендер қолдансаңыздар болады. Мен осы жолы жылтыр помада түріндегі тенді қолдандым. Бірінші оны жағып, одан кейін арнайы кисточкамен біріктірдім, жақсылап жақтым. Енді кезекте тоникпен көзіміздің астындағы қалдық тендерді сүртеміз. Одан кейін көзіміздің астына қарай тен жағамыз. Бірінші қанықтау, одан кейін ашық қоңыр түсті тенді жібереміз. Осымен біздің көзіміз дайын. Енді келесі кезекте бетімізге тон жағамыз. Мен осы жолы екі түрлі тоналканы араластырып жақтым. Арнайы спонжбен бетті ұрғылау арқылы жағамыз. Жақсылап бетіміздің барлық жеріне түгелдей тон жағып шығамыз. Тоналка жағып болғаннан кейін пудра жағамыз. Оны арнайы кисточкамен немесе жай ғана спонжбен жақсаңыздар болады. Одан кейін бетімізге контур жағамыз, яғни арнайы кисточкамен дәл мен видеода көрсеткендей контур шығарамыз бетіміздің скулын. Одан кейін маңдай жаққа жағамыз. Одан кейін мұрнымызға контур шығарамыз. Келесі кезекте румяна жағамыз. Мен румянаның орнына помада қолдандым. Оны бірінші қолмен, одан кейін кисточкамен жақсылап растушевка түрінде жасаймыз. Ең соңғы этап бізде ол әрине хайлайтер. Оны бетімізге, одан кейін мұрнның үстіне, қастың да астына жағуға болады. Иекке, еріннің алдына қарай жақсаңыздар болады. Келесі кезекте ернімізді карандашпен бояймыз. Мен тек карандашпен ғана боядым. Одан кейін жан жағына консилер немесе тоналкамен артық жерлерін алып тастаймыз. Яғни арнайы кисточкамен тоналка немесе консилер жағып, оны спонжбен бетімізге жақсылап сіңіреміз. Соңғы этап бізде туш. Туштың орнына сіздер кірпік жабыстырсаңыздар да болады, ол өз еркілеріңізде.
Осымен кешкі макияж үлгіміз дайын. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, өз ойларыңызбен бөліссеңіздер болады. Алдағы уақытта қандай контенттегі видео күтесіздер, сол туралы комментарийға жазып кетсеңіздер. Мен әрқайсыңыздың ойларыңыз мен үшін өте маңызды. Назарларыңызға рахмет.